Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Аэротопографиялық түсіріс туралы түсінік дәрісін геодезия пәнінен арнайы пәндер оқытушысы Сагимбекова Гүлнар Рахатовна сіздерге айтатын болады. Дәріс жоспары: кіріспе, аэротопографиялық түсіріс туралы түсінік, қорытынды, пайдаланылған әдебиеттер. Яғни пайдаланған әдебиеттерімді сіздерге көрсетіп кететін боламын. Жалпы аэрофототопографиялық түсіріс кезіне кіріспес бұрын фотограмметрия ұғымын білуіміз керек. Фотограмметрия ұғымы қашықтықтан зондтау, яғни әуеден жерді зондтау ұғымымен сәйкес келеді. Бұл дегеніміз физикалық объектілерді, басқа да процестерді тіркеу, өлшеу, талдау, ұсыну ғылымы немесе технологиясы болып табылады. Фотограмметрия дегеніміз ол алғашқы фотосуреттерден пайда болғаннан кейін 13 жылдан кейін пайда болған. 1852 жылы осы жергілікті жердің жоспарын құру барысында француздың инженері Эмиль Лоссе Париждің алғашқы перспективалық суреттерін алған, яғни оны әуе шарында алған. Кейін стереокомпаратор құрастырылады да стереоскопиялық түрде кейбір базадағы суреттер, яғни екі жабылатын суреттер пайда болады. Базасы суретке түсіру базисі деп аталса, жабылатын суреттер стереопарасы деп аталған. Енді осы ғарыштар түсірілімдерін фотограмметриялық өңдеу әдісімен оларды алу шарттары, яғни жаңағы орналасу объектісі, фотокамераның оптикалық осының орналасуы немен айқындалады? Ол дегеніміз ғарыштық ұшуды жоспарлау кезінде траекториямен анықталады екен. Траекториялардың өзі 4 топқа бөлінеді: түзу сызықты, эллиптикалық, параболикалық, гиперболалық болып. Тікелей желі бойынша ғарыш аппараттарының қозғалыс жылдамдығы векторларын тарту орталығы арқылы өтеді, яғни мына жерде суретте сіздерге көрсетіліп кеткен. Бұны тартылу күші әсеріне немесе оның бетінен тік ұшып көтерілуіне байланысты нысан деп атайды, яғни траектория деп атайды. Енді сонымен қатар жаңа айтып кеткен траекториялардың бірі эллиптикалық траекториялар. Эллиптикалық траекториялар дегеніміз ғаламшардың спутниктерінің орбиталары, яғни эллипсті фокустарының бірінде орналасады. Эллипс дегеніміз бізге өте таныс, жоғарғы геодезия сабағынан біз оны терең өткен болатығымыз. Нүкте планетаның ортасындағы жақын орбиталар перицентрлер болса, алыстары апоцентр болып аталады. Мына жерде сіздерге көрсетіліп кеткен суретте. Енді параболикалық, гиперболалық траекториялар дегеніміз бір-бірімен сәйкес келеді. Парабола немесе гипербола бойынша ғарыш аппаратының қозғалысы болып табылады. Яғни мына суретте сіздерге ол айқындалып көрсетіліп тұр. Парабола, гипербола дегеніміздің өзі геометрия ғылымымен, яғни пәнімен өте тығыз байланысты. Мына жерде сол параболикалық және гиперболалық траекториялар бойынша қалай жұмыс жүргізіледі суретте сіздерге көрсетілініп тұр. Осы траекториялар арқылы түсіру жұмыстары жүргізу кезінде түсіру опциялары, мүмкін сеанстар бар. Планетадан ұшқанда немесе планетадан ұшып келгенде, шеткі орталық ауданнан өту кезінде, планета жанынан ұшып өту немесе оны айналып өту кезінде, спутниктің орбитасы бойынша оның әртүрлі учаскелерінде шыққан кезде. Мына суретте қарап отырсаңыздар, World Wide ғарыштық суретінің фрагменті сіздерге айқындалып көрсетілген. Енді мұнда топографиялық карталарды құру, жаңарту процесінде жерді қашықтықтан зондтау арқылы жаңағы векторлық картаны тікелей жасау, яғни қандай ақпараттық жүйемен жүзеге асады? Triangle Info немесе ArcGIS немесе басқа да қосымшалармен жүзеге асырылады. Мұнда видеода көрсетілген сіздерге фотоплан болып табылады. Орындалатын жұмыстардың ауқымды қатар масштабтарынан, яғни 1/25 мың, 1/50 мың, 1/10 мың, 1/5 мыңдық карталар, пландар жатады. Жерді қашықтықтан зондтау осы дешифрлеу арқылы жүзеге асырылады.
Енді жерді қашықтықтан зондтау деректері және шифрлеу кезеңі. Жерді қашықтықтан зондтау фотограмметриялық өңдеу, рельефтің сандық моделін құру, цифрлық, яғни топографиялық карта мазмұн элементтерін дешифрлеу, векторлау, жер бедерінің табиғи және антропогенді объектілердің биіктік нысандарын анықтау, жолдар, өзендер, тағы да басқа. Сонымен қатар сол нәтижелерді тексеру сіздерге көрсетілген ортопланды құру болып табылады. Картаны тікелей жасау кезеңі нені қамтиды дейтін болсақ, міндетті түрде дайындық жұмысы керек. Ортофотоплан, яғни сіздерге көрсетіліп кетті, оның жоспары, элементтерін, векторларын, гидрография, құрылыстарды, шекараларын, атауларын, оның мазмұндары, элементтерінің, сосын адрестік деректер базасын құру. Бұның барлығы бізге аэротопографиялық түсіріс кезінен кейін, яғни өңдеу барысында жасалынатын карта құру кезіндегі жұмыстар. Мынау құрылған векторлық картаның фрагменті болып табылады. Енді қорыта айта кетсек, аэрофототопографиялық түсірудің негізгі процестері әуеден топографиялық, геодезиялық және фотограмметриялық болып табылатын негіздемелер. Әуеден түсіру процесін міндетіне жергілікті жерді әуемен суретке түсіру керек. Оның жағдайын арнайы құралдармен тіркеу, суретке түсу материалдары, фотосуреттерді дайындау, жалпы аэрофото түсірістің жұмысы. Енді оның мақсаты контур ситуациялары, алаңдық карталарды жасау, маршруттық профильдерді құрастыру. Міне қорыта айтқанда аэрофототопографиялық түсіріс дегеніміз осы. Енді сіздерге тапсырма осы түсіріс, аэротопографиялық түсіріске байланысты бақылау сұрақтары берілген, осыларға жауап бересіздер. Суретке түсіру базисі барлығы презентацияда көрсетілді. Фотограмметрия, түсіру опциялары, сеанстары, эллиптикалық траекториялар, басқа да траекторияларды қосып жазсаңыздар болады. Сіздерге пайдаланылған әдебиеттер көрсетіліп кеткен, сонымен қатар ссылкасы бар. Аэрофототопография түсінігін тереңдетіп осы кітаптардан оқи аласыздар. Осы ссылкалардан қарап ала аласыздар. Жалпы аэротопографиялық түсіріс туралы өте қызықты деректер көп. Тыңдағандарыңызға көп рахмет, назарларыңызға рахмет.